Сәлем достар, бүгін жексенбі, әпкем манты жасап жатыр. Қамыр илеп жатыр. Су, тұз, ұн. Мынау фарш, холодильниктен алып шыққан, әлі дұрыс ерімепті. Картоп қостық, жуа, қазір тұзбен бұрыш қосамыз. Қосылды бұрыш. Қостың ба? Қосылды ғой? Бәрі дайын. Бәрі дайын да, жақсы. Әпкем нан жайып жатыр. Ие қанған, тамаша, міне чөпчіқа. Фаршты араластырдық. Дайын. Мен фудблогер болғанымен нан дұрыс жая алмаймын. Жыртылмайтын, езілмейтін деген видеоларды мен сала алмаймын әзірше. Бұдан да жұқалау боласың да. Квадрат етіп кесеміз. Жұқа болған тәтті болады дейді. Енді қалың, не мынандай қалың да бір түрлі өте жұқа болса, тоже кейде езіліп кетіп жатады. Нормально. Еттің нанындай ғой. Жасап жатырмыз. Точнее, әпкем жасап жатыр. Кір жуып жатырық. Әпкем солай жерлерін жабыстырады әпкем. Мына жерлерін жабыстырады. Мен жабыстырмаймын, ашық тұрады. Әпкем айтады да, майлы болса, былай төңкерген кезде май ағып кетеді. Бітеу қылады осылай. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан сөкпеңіздер. Міне жасап жатырмыз. Мынау қолдан жасалған мантница. Әкеміз 2000 жылдары біз қалада жүргенде, Қостанайда жүргенде, оқып жүргенде, жұмыс істей бастаған кезде, енді білесіздер ғой, 2000 жылдар бұндайдың барлығы қымбат болады. Сондықтан папам шебер кісі болғандықтан өз қолымен бізге осындай мантница жасап берген. Міне мынау кастрөлі. Осының ішіне түбіне су қоямыз. Міне қараңыздаршы. Мынау ең астыңғы табағы. Қараңыздар, мына жерге су құйылады ортасына дейін. Сосын үстіне мыналарды қоямыз. Сармай жағып жатырмын. Неше жыл болды? 25 жылдай болған мантница. Бүкір мінеке мынандай мантницамыз бар. Бұл бірақ ыңғайсыз, үлкен. Ал мынау ықшам қолдануға өте ыңғайлы, және бұған піскен манты өте дәмді болады. Әкеміздің өз қолмен жасаған мантницасы. Міне қараңыздар, екінші табағы толды. Қараңыздар, қаншама манты сеп кетті. Мына астыңғы. Ой, мынау ашылып жатыр. Ал достар, мінеке 3 табағымыз толды. Енді аяғы бар табақ. Рөлге су құйып қойдық түбіне. Қазір осының ішіне саламыз. Су қайнап жатыр. Мынаны жібереміз. Екіншісі кетті. Үшіншісі кетті. Жаба саламыз қақпа.
40-45 минут. Қазір қандай аппақша, ыңғайлы қолдануға. Мына ағамыз осылай тұрады. Қонақ келгенде ғана қолданамыз. Дұрыс мантицаларың жоқ па деп айтатындар үшін көрсетсем, бар, міне тұр. Бірақ бұл мына мантицаға жетпейді. Мантымыз пісіп жатыр. Сарымайды аламда. Мына кішкентай табаққа. Жақсы қалмау үшін әр жерінен. Жаңа подлива жасамаймыз біз. Май жағып қойдым. Мантымыз пісті. Сөндіреміз. Саласын ба, Айгүл? Мен сала берейін ба? Мынадан ұстаймыз. Мынадан ұстап. Хоппа. Бір табағын салыппыз. Тамаша, жыртылмапты міне. Жыртылмайтын, езілмейтін нан болды міне. Жыртылмайтын, езілмейтін. Екінші табақ, осы екі табақ үшеумізге жетеді. Балам, әпкем үшеумізге. Қараңыздар, тамаша міне жыртылмаған. Үшінші табақ. Жаба тұрайық. Міне молынан жетті. Бұлай май жағып жіберуге болады. Ой, иісі қалай керемет. Мінеки достар, мантымыз дайын. Қазір жейміз. Отырыңдар, тамақ жейміз. Огонекті ашам. Свет сөндіріп қойдым. Ал достар, жеп көрейік. Май бар, сармай салып жеуге болады. Сочные. Еттің сөлі. Өте дәмді болды. Огонекті алып